Армысыз көрермен, назарларыңызға апта легін ұсынамыз. Бүгінгі видеодан көретіндеріңіз. Мемлекет басшысы Тоқаев Ресейде өткен экономикалық кеңеске қатысты. Қазақстанда қызылша ауруынан 2 сәби көз жұмды. Енді 27 жасқа дейін армияға бармағандарға әскери билет берілмейді. Талапкерлер бұдан кейін ОБТ сертификатын телефон қосымшасы арқылы ала алады. Жаңа жылдық от шашуда тек 30-31 желтоқсан күні атуға рұқсат. Қалған күндер үшін рұқсатнама керек. Осы аптада Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейге 2 күндік жұмыс сапармен барып келді. Ол жоғары Еуразиялық экономикалық кеңеске және ТМД басшыларының бейресми кездесуіне қатысты. Санкт-Петербург қаласында өткен кеңес отырысында мемлекет басшылары экономикалық одақ аясында интеграциялық процестерді одан әрі дамытудың негізгі міндеттері мен басты бағыттарын, сондай-ақ ұйымның 2024 жылға арналған халықаралық ынтымақтастық жоспарын талқылады. Бұдан бөлек ел президенті Тоқаев ТМД елдері басшыларының бейресми кездесуіне де қатысты. Онда ТМД елдері көшбасшылары ұйым қызметінің басым бағыттарын, өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту және одан әрі дамыту жоспарын талқылады. По прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами, от 1,5 до 3%. Астаналық және өскемендік вакцинация жасына жетпеген 2 сәби қызылшадан қайтыс болды. Бұл туралы бас санитарлық дәрігер Айжан Есмағамбетова хабарлады. Қайтыс болған балалар әлі 1 жасқа толмаған, тіпті олардың бірі шала туылған. Бас санитарлық дәрігердің айтуынша, қазіргі таңда өңірлік ауруханаларда 15 бала ауыр жағдайда жатыр. Жыл басынан бері Қазақстанда 28 мыңнан астам қызылша ауруы тіркелген. Оның 83% 14 жасқа дейінгі балалар, ал оның 80% вакцинация алмағандар. Қазақстан армиясына цифрлық технология енгізу жалғасуда. Осыған орай 27 жасқа толған адамға енді әскери билет берілмейді. Әскери міндеттілік мәртебесі оның ЕГОВ жеке кабинетінде көрсетіледі. Армияға бармағандарға жұмысқа орналасу кезінде әскери қызметке қатысы туралы анықтама алу қажет емес. Енді жұмыс беруші бұл ақпаратты ЕГОВтан көре алады. Қазіргі таңда әскерге шақырылушыны есепке алу цифрлық форматқа ауыстырылған. Сонымен қатар 17 жастағы азаматқа жеке істі жинақтау процесі толығымен автоматтандырылған. ЕГОВ Mobile телефон қосымшасында ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаты деп аталатын цифрлық құжат іске қосылды. Бұл дегеніміз ОБТ сертификатын электрон түрде алуға болатынын білдіреді. Цифрлық сертификатқа ұлттық тестілеу орталығының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған. Бұл оның дерегінің растығына және қауіпсіздігіне кепіл береді. Естеріңізге сала кетейік, ОБТ сертификатының мерзімі құжатта көрсетілген. Егер жарамдылық мерзімі өтіп кетсе, онда сертификат сандық құжаттар тізімінде көрсетілмейді. Сертификат иесі оны QR-код арқылы ала отырып, құжатты сұратқан тарапқа оның түпнұсқалығын тексертуіне болады. Жаңа жылдық мерекеге дейін және одан кейін от шашу атуға болмайды. Полицейлер тәртіп бұзған тұрғындарға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынатынын ескертеді. 30-31 желтоқсаннан тыс күндері туған күн немесе той шаралары үшін от шашу атқысы келетіндер жергілікті әкімшіліктен рұқсатнама алуы керек. Айта кетейік, Ішкі істер министрлігі 25 желтоқсан мен 3 қаңтар аралығында пиротехника жедел профилактикалық іс-шарасын бастады. Заң бұзушылық анықталса 17 мың теңге мен 345 мың теңге аралығында айыппұл салынуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Апта легі осымен аяқталды. Қазақ Ньюс редакциясы атынан баршаңызды келе жатқан 2024 жаңа жылымен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға саулық, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Сау саламатта болыңыздар.